Қайырлы күн барша тыңдарман қауым. Егер сіздерге видеоларым ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Эмоциялық зердені жетілдіру жолдары. Өзіңнің әлсіз тұстарыңды анықта. Эмоциялық зерде жайлы айтқанда, өзіңнің әлсіз тұстарыңды біл деген болатынбыз. Әр адамның әлсіз тұсы болады. Сезіміне жеңілетін, өзін дұрыс басқара алмайтын жайттары болады. Жиі қайталанатын қателіктің алдын алуды білмегендіктен үнемі оны қайта-қайта жасауға душар болып, қателік иірімінен шыға алмай жатады. Әртүрлі жағдайда пайда болатын көңіл күйіңізді, бастан кешірген сезіміңізді анықтауға тырысыңыз. Мысалы, ішім күйіп тұр, мазасызданып тұрмын, ұйқым қашты. Тағы да басқа сөздер көңіл күйіңіздің бұзылғанын көрсетсе де, нақты қандай сезімді бастан кешіп тұрғаныңызды білдірмейді. Ал эмоциялық зерденің қалыптасуы үшін өзіңіздің қандай жағдайда ашу, ренжу, қобалжу, қорқу, қызғану секілді нақты қандай көңіл күйді сезінетініңізді білу аса маңызды. Бастан кешірген сезімдеріңіз сіздің әрекет пен ойыңызға қалай әсер ететініне назар аударыңыз. Неліктен ашулымын? Менің әрекетімнің агрессиясының себебі неде? Қандай жағдайда жиі ашуланамын? Қобалжуыма не түрткі болды деген сұрақтарды өзімізге қойып, жауабын іздесек, көп дүние өздігінен өзгеретін болады. Өйткені ашуға, қобалжуға, қызғанышқа, басқа да сезімдеріңізге түрткі болатын жағдайды білгенде, оның алдын алуға болады. Мұндай сәттерде не істейтініңді күні бұрын біліп, одан сақтанасыз. Сіздің ашуыңызды жиі тудыратын, көңіліңізді күрт түсіретін адамдар, жағдайлар, іс-әрекеттер болады. Сондай адамдар мен жағдайлардың тізімін жасаңыз. Сосын ондай жағдайда айналып өтудің жолдарын қарастырыңыз. Ондай жағдайға тап болғанда не істеу керектігін ойластырыңыз. Мысалы, өз басым кездесуге келіскен уақыттан кешікпеуге тырысамын. Бұл маған бала күннен қалыптасқан құндылықтардың бірі. Сондықтан болар, уағдаласқан уақыттан кешіккен кісіні аса ұната қоймаймын. Ол кешіккен сайын сағатыма қайта-қайта қарап, тағатсыздана күтемін. Күткен кісі кешігіп келген уақытта менің шекем тырысып, көңіл күйім түсіп тұрады. Бұл кездесу мазмұнына кері әсер етеді. Тіпті кейде кейбір таныстарыма айтып та тастаймын. Шақырған уақыттан әжептәуір уақыт кешігіп келген бірнеше туысқанды ренжітіп алғаным да бар. Уақытты бағаламайтын, өзгенің уақытын ұрлайтын біздің қоғамда осындай жағдайлар жиі қайталана бергендіктен, күтуден туындаған мендегі жағымсыз эмоцияның түпкі себебін анықтауға тырыстым. Менің көңіл күйімді түсіретін негізгі себеп уақытым текке кетіп жатыр деген ой екенін білдім. Себеп белгілі болған соң эмоцияны басқару оңайырақ. Демек, күту кезінде уақытымды тиімді пайдалана алсам, реттелетін шаруа. Сөйттім де күтіп отырғанда электронды кітап оқуды немесе смартфонды қысқа дүниелер жазуды қолға алдым. Нәтижесі керемет. Кешіккен кісіні бұрынғыдай тағатсыздана күтіп ренжімейтін болдым. Тіпті күткен уақыттың қалай өтіп кеткенін сезбей қаламын. Әйелдердің көбі қонаққа шығарда созбалаңға салып үйден кешігіп шығып жатады. Ал күйеуі баратын жерге кешігетін болдық деп ашуланып шыға келеді. Бұл көп отбасында жиі қайталанатын жағдай. Эмоцияға кері әсер етіп, қатынасқа сызат түсіретін мұндай келеңсіздіктің алдын алу үшін ер адам үйден шығатын уақытты жарты сағатқа алдыға жылжытып айтса, әйелі кешігіп шыққан жағдайдың өзінде шақырылған жерге дәл уақытында жетеді. Көлік жүргізіп келе жатқанда басқа бір көлік сізді тықсыруы немесе жол беруге тиіс жерде бермей қоюы сіздің көңіл күйіңізге әсер етіп, жүйкеңізді жұқартып, ұрсуға, тіпті төбелесуге дейін баруыңыз мүмкін. Ал бұл өз кезегінде сіздің күні бойы көңілсіз жүруіңізге, адамдармен қарым-қатынаста ашуланшақ мінез көрсетуіңізге, тіпті соның салдарынан маңызды істерде дұрыс шешім қабылдай алмай қалуыңызға әсер етуі мүмкін. Сондықтан, мұндай жағдайда қателікке ұрынбау үшін не істейтініңізді алдын ала ойланыңыз және әрдайым соған дайын жүріңіз. Мысалы, көшеде кездескен мәдениетсіз адамның деңгейіне түсіп, жүйке жұқартқанынан не ұтамын деп ойлап, мұндай жағдайларға мүлдем көңіл бөлмеуді үйреніңіз. Халық арасында кең тараған жынды мен жынды бола ма деген сөзді ескерген дұрыс. Тағы бір мысал. Жайбарақат уақытта өзін жақсы сезініп, жұмысын тыңғылықты жасайтын менеджер дедлайн жағдайында өзін жайсыз сезінеді, күйгелектеніп қателікке ұрынады. Өзінің осындай әлсіздігін білген адам мұның алдын алу үшін жұмысты соңғы күнге қалдырмай үлгеруі қажет.
енеңіз, туысқандарыңыз жайлы қалай болса солай сөйлеуі көңіліңізді түсіреді делік. Егер енеңіз сені тыңдап айтқаныңнан қорытынды шығаратын кісі болса, саған ұнамайтын әрекетін оған ыңғайлы сәтте дұрыс сөздермен түсіндіруге тырысыңыз. Мысалы, сіз сынаған адамдар сөзіңізді естіп тұрмағандықтан сыныңыздан оларға пайда жоқ. Ал ол кісілер маған қатысы бар болғандықтан менің көңілім түсіп өзімді ыңғайсыз сезінемін. Сондықтан мұндай әңгімені менің жанымда емес, тікелей өздеріне айтқаныңыз жөн деп өтінуге болады. Ал егер айтқаныңды мүлде қабылдамайтын, тіпті сол үшін шу шығарып жағдайды одан әрі ушықтыратын адам болса, айналып өтуден басқа жол жоқ. Ол үшін енеңіздің көңіліңізді түсіретін сөздеріне мән бермеуді үйреніңіз. Естісеңіз де мән бермеңіз. Үлкен кісі ғой деп кішірейе салыңыз. Тігісін жатқызып әңгіменің ауанын басқа жаққа бұрып жіберіңіз. Бүгінде көп отбасының шаңырағы шайқалуына себеп келін енесінің қатесін түзеуге тырысуынан, міндетті түрде жауап беруге, өзіңіздің дұрыстығын дәлелдеуге әрекет етуінен туындауда. Нәтижесінде күйеуі мен анасының ортасында қалып, біреуін таңдауына тура келеді. Қарсы келе жатқан көліктен қашқанның секілді жағымсыз эмоцияның алдын алу үшін оны тудыратын жағдайлардан қашқан дұрыс. Өткенде бір журналист қыз хабарласып, өмірінде 3 рет көрген отбасылы бір азаматқа ғашық болып қалғандығын, бір сәт есінен кетпей ұйқысы бұзылғандығын жеткізді. Ұзақ уақыт көрмесем, ұмытқандай боламын да кездестіріп қалсам, оған деген сезімім қайта оянып кетеді деп басындағы жағдайын айтты. Қыздың сөзін асықпай тыңдадым. Оған айтқан ақыл-кеңесім шамамен мынандай болды. Біріншіден, жақыннан танымайтын адамға деген ғашықтық сезім ақыл әрі құптап үлгермесең жалаң эмоция. Ал мұндай сезім алдамшы келеді. Өйткені мінсіз адам болмайды. Ал мінін байқағанда отбасылы еркекті ес кетердей құлай сүюдің орынсыз екенін білер едіңіз. Екіншіден, ол есік сізге жабық дегенімде. Иә, отбасылы азаматтың шаңырағын шайқалтуға, онымен бірге болуға ниетім жоқ деді. Олай болса, ғашықтық сезіміңіз сізді әуреге салып, басыңызды ауыртқанның өзге еш пайдасы жоқ. Сондықтан сіздің көңіл күйіңізге кері әсер ететін, жағымсыз эмоцияны тудыратын барлық жағдайдан қашу керек. Мысалы, ол азаматтың әлеуметтік желідегі аккаунттарын өзіңіз үшін блоктаңыз, телефон нөміріңізді ауыстырыңыз. Онымен кездесіп қалу мүмкін деген жерлерге бармауға тырысыңыз дедім. Сөздерімді мұқият тыңдағаннан кейін айтылғандарды міндетті түрде жасайтынын айтып, уәдесін берді. Кейіннен бір хабарласқанымда сіздің айтқан әрбір сөзіңізді күнделігіме түртіп қойдым. Кеңесіңіз өте пайдалы болды. Мазалаған алдамшы эмоциядан толық құтылдым деп алғысын жеткізді.